Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге тауық етінен жасалатын осындай күшті керемет рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоның соңына шейін менімен тамашалаңыздар. Алдымен бір сабызбен жуамызды және чесногымызды осылай ет артқыштан өткізіп аламыз. Петрушканы ұсақтап турап, сырды күштен өткіземіз де дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Бір жұмыртқаны араластырып, фаршымызбен жақсылап, мінекей алдын ала піскен менде жұмыртқаны ортасына саламыз да, фольгаға май жағып, алдын ала осылай жақсы қолымызды сулай отырып, форма жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Неке құрметті көрермендер, бізге 30 минут өтті. 30 минут өткеннен кейін артық суы шығып жатса, төгіп тастайсыздар да, бетіне жұқалап осылай майонез жағамыз. Майонезді сарғайып, жақсылап пісу үшін жағып, тағы да духовкаға 10 минутқа жібереміз. Мінеке біздің осындай рулеттеріміз дайын болды. Формасын өте жақсы ұстайды, дәмі шашликтің дәмі сияқты өте керемет. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлдина. Келесі кездескенше сау болыңыздар.